Сәлем достар, күнделікті ас үйде қолданатын қарапайым қалампырдың денсаулыққа қаншалықты пайдалы екенін білесіз бе? Әсіресе 50 жастан асқан кісілер үшін бұл таптырмас ем. Бүгін біз қалампырдың сіз білмейтін құпия қасиеттері жайлы толықтай айтатын боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіз. Қалампыр хош иісті дәмдеуіш ғана емес, құрамында эфир майлары, антиоксиданттар, дәрумендер мен минералдар мол кездесетін пайдалы өсімдік. Қалампыр ол иммунитетті күшейтеді. Қалампырда С дәрумені және көп мөлшерде антиоксиданттар бар. Олар ағзаны зиянды бос радикалдардан қорғайды, инфекцияға қарсы иммундық жауапты жақсартады, аурудан кейін қалыпқа келуді тездетеді. Сондай-ақ ас қорытуды жақсартады. Қалампырдағы эфир майлары ас қорыту ферменттерінің бөлінуін ынталандырады. Сол себепті қалампырды шайнау ауырлықты, газ жиналуын, жүрек айнуды, ішек қарындағы түйілуді азайтады. Қалампыр инфекциялардың алдын алады. Қалампырдың құрамындағы майлар күшті антимикробтық әсерге ие. Ол бактерия, вирус және саңырауқұлақтармен күреседі. Ол ауыз қуысының тазалығын жақсартады, стоматит, гингивиттің алдын алады және суық тию мен тұмауға қарсы тұруға көмектеседі. Тіс ауруын жеңілдетеді. Тіс ауруын уақытша басады, қызыл еттің қабынуын азайтады және жағымсыз иісті кетіреді. Сондай-ақ қалампыр қандағы қантты реттеуге көмектеседі. Белсенді компоненттері инсулиннің әсерін жақсартады. Бұл диабеті бар немесе диабет қаупі жоғары адамдар үшін маңызды. Сүйек пен буындарды нығайтады. Қалампырды тұрақты түрде шайнау сүйек тінінің беріктігін сақтауға ықпал етеді. Бұл спортпен айналысатын немесе физикалық жұмысы ауыр адамдарға пайдалы. Бауыр жұмысына жақсы әсер етеді. Антиоксиданттар токсиндарды бейтараптандырып, бауырдың қалыпты жұмысын қолдайды. Суық тию жөтел кезінде 1-2 дана қалампырды 1 стакан қайнаған суға салып 5-10 минут тұндырыңыз. Күніне 1-2 рет жылы күйінде ішеді. Тамақ ауырғанда 1 дана қалампырды ауызға салып, баяу шайнауға болады. Бұл тамақты аздап тыныштандырады. Тіс ауырғанда қалампырды немесе оның майын ауырған тіске аздап тигізеді. Бұл уақытша ғана көмектеседі. Міндетті түрде тіс дәрігеріне бару керек. Күніне 2-3 данадан артық қолданбау керек. Асқазан ауруы бар адамдарға сақтықпен қолдану қажет, кішкентай балаларға көп беруге болмайды. Егер аллергия ауырсыну күшейсе, дереу тоқтатып, дәрігерге қаралу керек.